алған бәйге басшылар неге іске қамданбайды? Қазақстан бай болса да халқы кедей, өмірден келтірейін алған жайды. Халықтың бәрі қарыз банктерге, кредит көнеліме салған қайғы. Өзгеліктер Қазақстанда кәтеш салса, қазақтар азып тозып үй жалдайды. Студенттердің оқу ақысы шарықтап тұр, бұл неге үкіметте талданбайды? Ол ақшаны төлейтін ата-ана ғой, олар да дәл осыны армандайды. Бала туар әйелдер базарда жүр, осыдан үстесі қалған жайды. 50 әйел пойызда тамақ сатып, 50 жігіт базарда арбайдайды. Бұның бәрі жоқтықтың белгісі ғой, әрине суға кеткен талғармайды. Экспо өткіздім деп мақтанатын біздің үкімет осыған арланбайды. Санасын жаулағасын мәңгілік нұр, астанамыз рухани жаңғырып жүр. Шындығында қазақтың тең жарғысы үйсіз-күйсіз далада қаңғырып жүр. Жақсатағы жайылған жағаныма, Экспоның атырықты атағына, соған салған үйлерді бөлмекші екен, мұқтаж жандар іріктеп қатарына. Сондықтан басшыларға бір өтініш, үйсіз-күйсіз өкпелі отанына. Қарапайым халыққа таратса екен, байларын үлестірмей тоқалына.